Ит жылы туғандарға арналған 2026 жылға арналған толық жорамал. Жалпы жорамал. 2026 жыл ит жылында туғандар үшін қолайлы мүмкіндіктерге толы кезең. Бұл жылы еңбектің жемісі көрініп, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Мансапта, қаржыда және адамдармен қарым-қатынаста оң өзгерістер байқалады. Жақсы ниетті адамдардың қолдауына ие болып, бұрынғы қиындықтарды еңсеруге мүмкіндік туады. Дегенмен, барлық мәселеде сақтық қажет. Құжаттарға қол қоюда, заңдық мәселелерде және іскерлік келісімдерде асығыстық танытпаңыз. Қызғаныш танытатын немесе сырттай кедергі келтіруге тырысатын адамдардан сақ болған жөн. Сондай-ақ күйзелісті бақылап, көңіл күйіңізге мән беріңіз. Мансап. 2026 жылы қызметте біртіндеп өсуге мүмкіндік мол. Еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік жоғары бағаланып, мансаптық көтерілу ықтималдығы артады. Бұл, білім жетілдіруге, жаңа мамандық меңгеруге, емтихан тапсыруға немесе кәсіби сертификат алуға өте қолайлы жыл. Шығармашылықпен, ғылыммен, техникамен немесе зерттеумен айналысатындар ерекше табысқа жете алады. Бірақ ұжыммен жұмыс істеуді ұмытпаңыз. Барлық маңызды жоспарларыңызды өзгелерге айта бермеген дұрыс. Қаржы. Қаржы жағынан жыл тұрақты болады. Табысыңыз біртіндеп өсіп, еңбегіңіздің нәтижесін көресіз. Алайда келісім-шарттар мен қаржылық құжаттарды мұқият тексеріңіз. Біреудің сөзіне сене салмай, алаяқтықтан сақ болыңыз. Үлкен тәуекелге негізделген инвестициялардан аулақ болған жөн. Ұзақ мерзімді және сенімді қаржылық жоспарлар көбірек пайда келеді. Махаббат пен отбасы. Жалғыз жүргендер жаңа адаммен танысуы мүмкін. Бірақ сезімнен бұрын рухани жақындыққа мән береді. Отбасылы жандардың арасында кейде түсініспеушілік болуы ықтимал. Сондықтан ашық сөйлесіп, бір-біріңізге көбірек көңіл бөліңіз. Биыл қарым-қатынасты сақтап қалудың басты жолы сенім, сабыр және өзара қолдау. Денсаулық. 2026 жылы жүйке жүйесіне ерекше көңіл бөліңіз. Шаршау, ұйқысыздық немесе күйзеліс мазалауы мүмкін. Сондықтан уақытында демалып, таза ауада серуендеп, дұрыс ұйықтауға тырысыңыз. Ас қорыту жүйесі мен жүрек денсаулығына да көңіл бөлген жөн. Жыл сайынғы медициналық тексеруден өту ұсынылады. Туған жыл бойынша жорамал. 1946 жылы туғандар. Жыл тыныш өтеді. Денсаулыққа, әсіресе жүрек пен ұйқы сапасына көбірек көңіл бөліңіз. 1958 жылы туғандар. Қаржы тұрақты болады. Бірақ ешкімге кепіл болмаңыз және заңдық мәселелерден аулақ жүріңіз. 1970 жылы туғандар. Қызметте беделіңіз өседі. Бірақ қызғаныш танытатын адамдардан сақ болыңыз. Арқа мен мойын денсаулығына мән беріңіз. 1982 жылы туғандар. Бұл ең сәтті жылдардың бірі. Мансапта үлкен мүмкіндік туады. Қаржы мәселесінде құжаттарды мұқият тексеріңіз. 1994 жылы туғандар. Кәсіби білім алуға, біліктілікті арттыруға өте қолайлы кезең. Жаңа таныстардың бәріне бірдей сене бермеңіз. 2006 жылы туғандар. Оқу үлгерімі жақсарады. Логикалық ойлау қабілеті артады. Көз денсаулығына көңіл бөліңіз. 2018 жылы туғандар. Балалардың қызығушылығы артып, жаңа қабілеттері ашылады. Дұрыс тамақтануына және қауіпсіздігіне мән берген жөн. Міне ай атаулары қазақша күнтізбе бойынша өзгертілген нұсқа. 2026 жылға айлық жорамал. Ақпан. Жыл жайлы басталады. Болашаққа жоспар құрып, білім жинауға қолайлы кезең. Наурыз. Шығармашылық қабілетіңіз артады. Қаржыңызды үнемдеп жұмсаңыз. Сәуір. Еңбегіңіздің нәтижесі байқалады. Жұмыста өсек аяңнан сақ болыңыз. Мамыр. Құжаттармен жұмыс істегенде өте мұқият болыңыз. Қаржы тәуекелінен аулақ болған дұрыс. Маусым. Жылдағы ең сәтті кезеңдердің бірі. Жұмыста жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Денсаулыққа да көңіл бөліңіз. Шілде. Еңбегіңіз жоғары бағаланады. Бірақ артық жұмыс істеп, шаршап қалмаңыз. Тамыз. Ұжыммен жұмыс істеуге қолайлы уақыт. Барлық келісімдерді мұқият тексеріңіз. Қыркүйек. Оқу, зерттеу және жаңа идеяларды жүзеге асыру үшін өте жақсы кезең. Қазан. Бұрынғы еңбегіңіздің жемісін көресіз. Жақсы адамдардың қолдауын сезінесіз. Қараша. Құқықтық және қаржылық мәселелерде сақтық қажет. Денсаулыққа көңіл бөліңіз. Желтоқсан. Жылды қорытындылап, келесі жылға жоспар құруға қолайлы кезең. Қаңтар. Демалып күш жинаңыз. Артық тамақтанудан сақ болып, денсаулығыңызды күтіңіз.